жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап. Айналайын класстастарым, шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Оқы дейді ғой, сонымен енді қадамдарың оң болсын. Алла Тағала бәрі жақсы, жоғары деңгейге өтуге нәсіп етсін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясин вал Qur'анил хаким. Иннака ламинал мурсалин. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Оның ішінде арнайылап өмірден өтпек ұстаздарымыз Жанпейіс Мәдіғали ағайға, Түгілбай Бжан Бау ағайға, Жолекен Қадымберген ағайға, Мырзағалиева Сәлим апайға, Ақниязов Қапаш ағаға, Сатаева Мараш апайға, Салдықбаева Мәрзия апайға, Оспан Әбілтай ағайға, Меңдігереев Күлән апайға, Смағұлова Мағрипа апайға, Боранқұлова Жұмагүл апайға, Бекетова Зоя апайға, Отаралин Тілеужан ағаға, Отаралин Елеу аға, Жолжан Амандық ағаға және Төлеулі Көптілеуге, Фазылұлы Ақылбекке, Мырзабекұлы Тілегенге, Қуандықұлы Ашубайға, Таңатарұлы Мұхамбетқалиға, Жамал қызы Салихаға, Сәдірұлы Мұстажапқа, Сатыбалдықызы Нәсіпжанға, Кеңесұлы Бақыткелдіге, Жанғазыұлы Ерғазыға, Кемалұлы Серікке, Қарағұл қызы Нұржамалға, Балқыұлы Мұхамбет Сақиға, Әбсұлтанұлы Аманбайға, Құрманбек қызы Кітабияға, Қайырлы қызы Маралға, Ғаллам қызы Әлияға, Аққазыұлы Қайратқа, Атқаев Махмудқа, Әкімжан қызы Жұмагүлге, Ерзақұлы Ырыскелдіге бақыш еттік. Амин. 1976 жылғы Ақкөл орта мектебінің түлектері 50 жылдық кездесу.
бір ескерту, мына қызыл кілеммен былай ара шыға қояйық, иә? Әдемі естелікке видеоға түсірсін. Жақсы. Ендеше біздерде келесі Бегімова Маржан. Бәрекелді, қошеметтеп тұрайық. Маржан апайымызға. Қош келдік. Және де Әділім Ерубаев. Достар әр тарапқа әлі биік асуларда Дүйсенбен Қоппан ағамыз келе жатыр. Биік биік аға. Және де Екешім Мұрат. Замандастан қарлығаштар Ағамды көрдіңіздер ғой, шашу алып жатыр, қош келдік деп жатырмыз. Және де бізде келесі мінекей Жанаділова Задагүл апайымыз бар екен. Келіңіз. Қошеметтейік бір-бірімізге. Және де бізде келесі Жолдасов Әділгерей. Жолдас Әділгерей ағам келе жатыр. Және де Жұмахметов Дәулет Керей. Жұманиязова Назира деп жатырмыз. Қошеметтеп тұрайық бір-бірімізге. Жаңылғанова Жұмагүл. Дауылбаев Есім. Келек-келеға. Және де бізде келесі. Дайынбыз ба? Идрезов Сакен деп жатырмыз. Рахмет. Ибраев Алтай ағамыз келе жатыр. Бір қошемет құрметпен Ансала. Және де Истаев Тұрар ағам келе жатыр. Кариев Самат деп жатырмыз. Қазбаева Мария деп жатырмыз. Келіңіз. Тамаша көңілге билеп жүрек келіңіз ғой. Көктева Сайран деп жатырмыз. Келіңіз. Қошеметтеп тұрайық. Тамаша көңілге билеп. Қазбекова Үнзила деп жатырмыз. Келіңіз апа. Бәрекелді. Құмарова Раиса. Бәлеке апамызға қошеметтеп қояйық, құрметтеп қояйық. Мұхамеджанова Раш деп жатырмыз. Келіңіз. Келіп тұрайық. Ой, бәрекелді. Бір-бірімізге, апаларымызға, ағаларымызға қошеметімізді аямайық. Кештеріңіз құтты болсын. Оңалова Раиса. Келіңіз апа.
asıllarda ötündü Erkekliğe armanlarga şekildi Kaydasında korbasta Rafikova Galiya. Keliniz. Nagmetova Magripa apamız kele жатыр eкен. Bir koşumet hürmetpен apamızды kılık kiymeğe sala. Kandatarova Kamzan apamız kele жатыр eкен. Toğanakova Roza apamız var beken. Bir koşumet hürmetpen Tamashani tüymenine gireyim işte. Keliniz. Oy bereke, mına koşumet azov, koşumet tutturak bir kızı. Yetişerimizde kendisi. Duyeva, Bagil apamız yine zatırken koşumet kurduk ben alsama. Kışığı kalkan jollar ay Kişiği bozup bozmalar Satmağın bet, Murat ağam var beken. Al yine ya, oh! Hadi! Berekelle. Sadulif Siyerlik ağamız. Al yine ya. Ağa durmuş yaksı, bastalmakla vişinin bardağını çaldınız ya, bastalmayacak. Gelin, azarını ya, oh! Ağa baba yürüdü dura! Oh! Yürüdü! Ağa gel! Janegimizde Sesimboy Қуандық! Ağa büyüme ya! Oh! Sündetova Asiya deyip жатырмыз. Zanede Yusufov Қоныс ағам келе жатыр қосылып. О! Ой, бәрекелді. Қош келді, құрметті ағалар, апалар, баршаңыз бұл көмекей кеше ғана қайғылындай кебісіп баласы жүрегі досым деп тұрған досыма ол сен арналсын досым бар менің ақтауда 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 татиды досымды мақтауға мақтауға досым бар менің ақтауда 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 татиды досымды мақтауға көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге келем үнсіз аңдамай өкініш пе бұл қалай қалай жеткізбейтін арман-ай өтеді өмір жалған-ай жалған-ай Tanımay yatır. Kişi ana siyahtı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hacı şerifinde ayetler. Adamlar mana dünyada yıktap jürет. Ертең kıyamette oyanadı deydi. Karasanızlar mına 20 yıldan kalay ötüp kalıvatkan bilmey yatırmızlar. Mına İbn Mas'ud aytadi, en akıllı adam kim degende başka birinin başına kelgen okuygadan özüne ibrat algan dep aytadi. Karasanlar kişi ana ihtilese birge oturgan kanşama kılsaslarımızı dündeyini ötüp öptü. Allah öz rahmetini alsın deydi. Tağı da aytayık mına Közge görgen ol kızlarımızda nemerelerimizden kızgın körüde Allah nasip etsin. Son nemerelerimiz жақсы okup, жоғарғы оқуға түсіп, қалаға мамандық иесі болып, елдің халқына пайдасы етіп, Қазақстанды көрсететін садық құлдардан болсын. Артаңды дұға қылдардан болсын. Не? Қайсының шөңгені сүйдіңдер? Қолдарыңды көтердіңдер? Міне. Allah Allah. Şöpşek suyunda alabasın nasip etsin. Soların koluna mal jalайық.
Бәрімізде қуаныштымын, көргеніме, осылай сіздермен дидарласып отырғандарыма. Ағамыз Серемеш жақында бір шалқарлықтардың 65 жылдығы келіп кетті. Бізге 70 жылдық отыруға нәсіп етсін. Осы алыстан келген қонағымыз қорқпаған екен. Құрметті жігіттер, қыздар, құтты болсын, 50 жылдық тойымыз. Отбасыларыңыз аман денсаулық сау тілейміз. Мына жерде біздің бастауыш сыныптан, бірінші сыныптан берген Жанысыл апайымыз отыр, 4 жаста бастауыш. Одан кейін жерде Бағдат ағай отыр, ұстаздарымыз. Сағида апай отыр, Фатиха апай отыр, қош келдіңіздер. Аман болыңыздар, шөгергені қызым көріңіздер. Қуаныштымыз сіздер көргеніңізге. Барлықтарыңыз отбасына аманшылық, денсаулық сау тілейміз. Менің бір өлең оқып жүрем, бір өлең оқып. Ассалаумағалейкум, аманбысың, ақ пейілдің ұшырам саған құсын. Жатырқамай жатсынбай көрген жерде сәлем берем болған адамбысың. Адамның бұл адамға махаббаты, сәлем бермей мықты деп атағаты. Уағалейкум ассалам деген сөзден құйылар Алланың шапағаты. Өмір қысқа, қадірін түсінейік, мақұлық көп кетпейік, кішікейік. Жас үлкенге, жақсыға, жамағатқа сәлем берсек қалмаймыз кішірейік. Азаматта сәлемге жарайтын деп, сәлемнің де түзуін қалайтын көп, кездескенде жатсынбай барша жанға, тұрайықшы ассалаумағалейкум деп. Сәлемнің де салмағы жүгі баршын, мағынасын өзің ұғынарсың. Ассалаумағалейкум ей адамдар, баршаңызға Алланың нұр жаусын деп. Мен жайымды ашып бердім, артық болған дегенмен де бір-екі ауыз өзімнің жіберген ата сөзімді айтып жіберейін. Мына біріншіден ұстаздарымызға рахмет. Бүгін мына шақырылымызды қабылдап келіп төрден орын алып жатсыздар. Көп рахмет сіздерге. Алла тағала сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, немере шөберелердің қызығын көруді Алла тағала нәсіп етсін. Ал енді осы елу жоқты ұйымдастыруға атсалысқан барша класстарға сіздерге рахмет. Бұл айтқанда бір жағынан бас шығарып, бір жағынан қол шығарып, жұдырықтай жұмылып, осы елу жылдықты атап өтуге сіздердің үлестеріңіз зор. Көп рахмет. Жаңа есім айтқандай, біз сол 60 жылдықты тойлауға, 70 жылдықты тойлауға Алла тағала нәсіп етсін. Ортамыз ортаймасын, қатарымыз сиремесін. Әр уақытта осындай жақсы қуаныш күндеріміз көп болсын. Бүгінгі 50 жылдығымыз дауынан болсын. Рахмет. Құрметті қонақтар, апайлар, ағайлар, 50 жылдық болған екен. Соған қош келдіңіздер, рахмет. Басарова Жанасыл апай мені оқытып еді. Енді Бағдат ағай жаман 1 класс, 2 класс оқытқан шығар. Ойлағым көп білім кіремеймін, 8 класс бітірдім. Аржағын өзі айтып жүрдім. Сағида апай да 1-2 класс оқытты. Бәрі құтты болсын, қуанышы жағынан болсын. 50 жылдығын құтты болсын, балдары бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын. Сол немелерді қуанышы бола берсін дейміз. Ал құрметті қонақтар, мына ер адамдар бәрі сөйлеп енді ер адамның ішінде осы тойда өзім қалдым, мен өзім айтайын. Құрметті ұстаздар, құрметті класстастар, бүгін өте қуанышты күн. Ақкөл орта мектебін бітіргенімізге 50 жыл уақыт толып отыр. 50 жыл дейтін былай ойлап қаласаң, 50 жылда ел жаңа қалпына келеді. 50 жыл бір адамның өмірі. 50 жылда қанша ұстаздарымыз, класстастарымыз осы өмірден өсіп кетті. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары топқа болсын. Өмір өзен ағылып өтіп жатыр. Өмір дейтін өте мықты өзен ағып жатыр. Мына ұстаздарымызға
көп рахмет. Осы өзіміздің тойда қатысып отқандарымызға. Сәкенге үлкен рахмет. Осы январдан бастап осы ұйымдастырып тойымызды ұйымдастырып атқанғанына тағы да айтатын бір сөзім бар, соны тағы да айта жатарым. Құрметті ұстаздар, құрметті кластастар, бүгінгі үлкен қуаныш той. Жан жақтан келіп, көптен бері көрген жоқпыз, көптен. Жан жақтан көріп бәрін қуанышты болып жатырмыз. Ұзағынан болсын, баршаңызға аманшылық тілеймін. Тойымыз той қаласын, құтты болсын, 100 жылдығымыз. Құрметті қонақтар, енді айтпауға да болады, бірақ бұл жерде айту керек болып тұр. Осы бәріңіз жаңағы Асмир айтты, Сәкен Генберді жазғаннан бастап бәріңізде бір ауыздан қолдап, қаражаттарыңызды салып, әрине қазір түсінеміз, нарықтық заманда дегенмен де бәріңізде осы кешкі бәріңіз әйтеуір бір неде жұмылып келіп отырсыз, көп рахмет. Енді бұл кештің болуына көп себепкер болған, енді мына жаңа Асылбек айтып жатыр, Сәкен мен Жібектің отбасы көп үлес қосты. Мына келіндер, балдар бізге көп жәрдемдесіп жатыр. Самат, міне қанша жүгіріп тұрар бәрі осы азаматтардың арқасында осындай кеш өтіп жатыр. Ертеңде жаңағы саяжайда қаланың шетінде тоже жақсы демалыс болады деп сенемін. Бәріңізге көп рахмет. Ой, Мұратқа отдельно Сәкен өзі айтады рахметін. Мұратқа, конечно, көп рахмет. Спонсор наш основной. Жақсы көңілді өтсін осы кешіміз. Жаңағы мына еске алудың бәрін істеп отырған Асияға көп рахмет. Бәрі сыйлықтардың бәрін әкеліп, осылай қойып отырған жаңа Индира келініміз, Ильяс баламыз, оларға да енді отдельно алғысымызды айтамыз соңғы жағында. Так что ойлаймыз сізге бәрі ұнайды деп. Ал құрметті қонақтар, жаңа түркітеп көп айтқызбай тұрған адамдар. Енді жаңа айтатын Мұрат пен Сараға көп рахмет. Осы тойға демеуші болған спонсорларға көп рахмет. Мұрат пен Сара 500 мың теңгелерін осы тойға аударды. Егер де осы тойға аудармағанда ешкім бұндай деп айтпас еді, ұмытып кетер еді. Бірақ өздерінің жұмыстарына бұлай жұмсар еді сол 500 мың теңгелерін. Бұлай айтқанда Мұрат пен Сараға айтатын орыстарда бір сөз бар. Ум, честь и совесть нашей эпохи, холодный ум, горячее сердце, чистые руки. Қазақша айтқанда ақыл ойы мол, ар намысы бар, ұяты бар, салқын ой, ыстық жүрек, қолдары ашық, әрқашанда тумаларға, достарға, көршілерге көмек беруге дайын тұрады. Бақыт келді, жолдасымыз қайтыс болды, Мұрат пен Сара бір жылға атады. Ерғазы жолдасымыз осы жұмыл қайтыс болды, бір жылға атады. Тағда кластастарымызға бір жылға атап жатыр. Мұрат пен Сараға айтатын бизнестерін өрлей берсін, малдарын көбейе берсін, бала шағаларын аман болсын. Осы өмірде екеуіңіз қол ұстасып жүз жасаңдар. Осы дастархан басында отырған көңілін табармын бірге өткен күндерді.
ұстаздарымыз жап-жас әп-әдемі жігіт қыздар еді кезінде. Енді былай қарасаң, соңдарыңызда еріп келе жатқан біздің өзімізге де ұрысқа келіп қалыппыз. Бірақ енді сіздер алдарыңызда жүрсеңіздер, біз өзімізді әрдайым жас сезінеміз, бала сезінеміз сіздер тұрғанда. Біз қуанамыз сіздердің жүргендеріңізге алдымызда. Өте сонау 68-69 жылдары Жаңылсын апай, Фатима апай, жас қыздар 20-ның ояқ қойғандағы. Ауылда, клубта кино келеді, жаңағы біз мектепте жүреді, сыртынан бала болсақ та, сондай жас жаңа бойжеткен апайларымызға, ағайларымызға қызығып қараймыз. Сондай бір осындай болсақ деп үміттенеміз. Одан оның бер жағында сол 5-ші жылы, 4 бітірген жылы Сағир апай келін болып түсті ауылға. Сол кішкені баламыз, жаңағы Марат екеуміз жаңағы тойға адам шақырып жүрміз жаңағы ауылға бәрі. Сонда әлі көз алдында Сағир апайдың бір тойға дайындалып жатыр. Жасыл клубты жаңағы юбкасы бар. Әп-әдемі жап-жас қыз. Сол әлі көз алдында соның барлығы. Сол кеше ғана сияқты. Сол жасыл кофта юбкаңыз болды, мен соны әлі көз алдында. Әп-әдемі қыз. Сол 78-ші жылы Бағдадаға келіп, әп-әдемі жігіттер жап-жас. Шаштары бұйра-бұйра. Еділ ағай бар, ой дүние. Біз баламыз. Сөйткен сол біздің 7-ші классына енді сондай балдарымыз біздің классы өте тәртіпті класс болды өте. Соның ішінде мына Серік, Самат, бастарын өте жаңға Әшубай марқұм, Асау өте тәртіпті балдар болды сол кезде. Сосын соңған жақсы классты берейік деп жаңағы балдарда айтып еді, кейбір апайлар марқұм Жұмагүл апай жаңағы бақ кетті марқұм бар жаңағы апайды кейде арасында жинатып қоямыз жаңағы. Қыз ғой инструктор келген. Сөйтіп өмір сондай жаңағы осы мына балдар жаңағы мына Серік өте тәртіпті бала болды соның ішінде сәтім шөп. Әлесінде жұрын дүйіп отыр ма? Ағайға айтып қойын ба? Сөйткен уақыт, мінекей, 50 жылдан қалай өткенін білмей қалдық. Сол кезде жап-жас шаруаны дүркіретіп шаруа жасап жүрген ағаларымыз, апаларымыз, апайларымыз үлкен бәрі қазір жоқ. Өлмесе жаңа ата-баба қайда кетті деген дейсің ғой. Алдымыз 100-ге келейік, соңымыз 90-ға келейік. Осы жақсы күндеріміз осындай көп болсын. Жаңға бір өлең есіме түсіп отыр. Тойды армандаған, бірақ оған жете алмаған Төлеген Айбергенов деген ағамыз бар жауы 30 жыл өмір сүрген, 30 жасында өмірден өткен, бірақ осындай бір тойды армандап бір өлең жазған екен. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күні екенін айта алмаймын, бірақ ешкімге де билетпей қайтармаймын. Ондордағы тасталар ұран сондай, қайталмайды қартыңда бір ән салмай, 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сағындыртам, сәбилерге ағаны үлгетемін, жеңгейлердің толтырам бүлгетегін, менің жарым сол күні кірпі келмей, ақ көңілімен ақ қайың бір түгіндей, омырауынан бір сәуір шайқа кесіп, ажырасқанды жүреді қайта қосып, мен өзімде ән салам түн ауғанша, менің жаным бұл күнге құмарғанша, бәйге берем жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса, қыз қуатын жігітке ат беремін, жанам деген жүрекке от беремін, мен әйтеуір бар жиған кергенімді бір тамаша той қылып өткеремін. Біздің үйді сол күні бетке алқауым, нысанаға қуаныш тоқталмауын, мен сол тойдан сұраймын жылап тұрып, қазанымда бір әсемет қалмауын. Мен сөйтіп баршаңнан бір сілкінемін, мен сөйтіп әрқаттанып бір күлемін, кім білсін талай күнгі тілегіме мәңгілік тарқамауы да мүмкін оның деген екен. Осындай қуанышымыз тарқамасын, тойымыз тойға ұласа берсін. Рахмет.
басшылары бар, несі бар, Жұмагүл, мысалы Жібек, бәрі деген Рәш, сондай ұйымшыл балалар болып қолын тексеріп, тырнағы болса жібермей, бақырып, шақырып жүретін, солардың бәрі есіме түседі осы уақытқа дейін. Ал балалар айналайын, мына елу жылдық мерейтойлар тәртіпті болсын, тағы да сондай 50 жылдық, 60 жылдық тойларында кездесе беріңдер, араларыңмен жұттарың жазылмасын, бәріңе бақыт тілеймін. Құрметті оқушылар, ақкөлдіктер, құрбылар, бәріне де көп рахмет. Бізді бүгін балалық шағымызды есімізге түсіріп, Ақкөлде жүрген бақытты да қызығы мол жылдарды сол Ақкөлде өткіздім мен. 67 жылы барып, сосын 71 жылы мен ол Ақкөлден кеттім. Бірақ Ақкөл маған өте ыстық, өйткені ең тамаша, ең бақытты жастық шағым сол ауылда өтті. Сол ауылды басқарып, ел басқарып отырған азаматтың келіні болдым сол ауылда. Маған сол Ақкөл өте ыстық, сондықтан сіздерге көп рахмет. Дендерің сау болсын, 50 жыл, тағы 50 жыл қосылсын сендерге. Рахмет. Ал мынау бүгін сәрсенбінің сәтті күні, мына сүйікті шәкірттерім, сіздер Алтынұя мектептеріңізден қанат қағып ұшқандарыңызға 50 жыл болды деп бастарын құралып той жасап жатсыңдар, тойларың құтты болсын. Екіншіден бұл тойға мені азғантай ғана сіздерменен сол бірге болсам да елеп шақырғандарыңызға ризашылығымды білдіремін. Мен 70 жылы сентябрь айы басталып кеткенде, оқу жылы басталып кеткенде сол Ақкөлге келін болып түстім. Мектепке барсам орын жоқ. Сосын енді не істеймін деп ойланып сөйтіп жүргенде Мәдіғали ағай адам жіберіпті мектепке соғып кетсін деп. Келсем, Мәрзия жаңағы босануға декреттік демалысқа шығып жатыр екен. Сол сіздің кластың жетекшісі екен. Сосын мені сол Мәрзияның сағаттарын және сіздердің жетекшіліктеріңді маған берді. Мен де сол жаңағысын айтқандай институтты бітірген бойдан келгенмін осы мектепке. Алғаш рет мен де толық қанды мұғалім болып, осы сіздің класты табалдырған аттадым. Және ең бірінші класс жетекші болып та сіздің классқа жетекшілік еттім. Сондықтан да алғашқы деген сөздің мағынасы өзі түсінікті ғой. Алғашқы дүние есігін ашу, алғашқы қадам, алғашқы ұстаз, алғашқы махаббат деген сияқты. Менің де сол ең алғашқы еңбек жолым осы класстан басталды. Мен сіздер үшін тек қана жарты жыл, 2 тоқсан ғана жетекші болдым, сабақ бердім. Сіздер үшін көп мұғалімдердің бірі болғанымен, мен үшін сендер ерекшесіңдер. Әрқайсың сол Мәрзияның классында оқыған балдардың әрқайсысы менің есімде, жүрегімде әрқайсының орындарың бар. Енді 50 жыл деген 50 жылда ел жаңа дейді. Міне сіздер қазір өмірде шаңырақ көтердіңдер, білім алып, еңбекке араластыңдар, балалы болдыңдар, немерелі болдыңдар, шөберелі болдыңдар, қазір ата әжесіңдер. Міне осы 50 жылда талай өмір болғасын, қиыншылықта, қуанышта болып атады, жаңа көрсетіп атсыңдар. Біраз жолдастарыңыз өмірден озып кеткен, жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Енді міне
Өмір дегеннің өзі ол математика. Мен математик болғасын айтып отырған жоқпын, жалпы өмір деген математика. Әркімнің өмірі өзі есеп тұрған мен. Мектеп бітіргеннен кейін, оқу бітіргеннен кейін бір салада жұмыс істедіңдер. Ол бір тәсіл. Егер сол тәсілді ұнамаса, екінші тәсілге көштіңдер, бөтен жұмысқа деген сияқты. Қазір міне бәрінде орнықтыңдар, бір қазық болып елімізге қадалдыңдар. Сіздерді осы жақсы істеріңді естіп, біздер ұстаздар қуанып жатамыз. Ұстаз қауымы жалпы шәкіртім өзімнен осы екен деп тілейтін халық ұстаздар. Неденен жаңа көп нәрсе айтылып жатыр. Осы кештің, осы тойдың ұйымдастыруына ат салысқан қатарларыңызды айтып жатсыңдар, Мұратты айтып жатсыңдар, Сәкенді айтып жатсыңдар. Міне солардың қасына мен есімді де қосқым келеді. Имандылық дәнін сеу, қаншама жастарға мысалға сондай жұмыс істеп жүр есімде. Барлығыңызға да енді тілейтінім, сөйлей берсем, әрқайсысына да жаңа Мәрзиян класында оқыған әрбір оқушыға мінездеме берер едім, бірақ уақыт тығыз ғой. Классқа жалпы жақсы класс болды, жаңылсынға да айтып жатырмын, жақсы класты жақсы ұйымдастырғансың деп. Класстың мен жетекшілік еткен кезде жартысы 4 пен 5-ке оқитын еді. Және кім Роза бар, кімдер бар, Үнзила бар, көп енді Рая бар, Сәкен бар, Ерғазы бар, біраз бар. Сосын математикадан сабақ берген кезімде ерекше Райсаны айтқым келеді. Оңалуы. Математикадан күшті болды. Райса. Сені мақтап жатырмын, Райса, математикадан күшті болды деп мақтап жатырмын. Сосын бір класына да тиіп қашып сабақ бердім. Ол кезде Шорин Абылхайыр деген ағаларын сабақ берді, әсияларға. Бірақ оларға да арасында сабақ берді. Ерубай жақсы болды математикадан. Сосын Ашубай марқұм керемет қабылдауы деген өте тез еді. Ауылда тұрады, 1-7 оқуға қатысады, 3-4 күн қатыспайды. Алып қалып сол 3-4 күннің материалын былай үйретіп бар, сол бойда соның бәрін бірден меңгеріп алады. Сосын әрі қарай жүрген бірге жалғасып кетеді. Шамалдан кейін 2-3 күннен кейін қайтадан кетіп қалады. Сөйтіп оқыды, бірақ өте сондай қабілетті, өте ұғымтал, керемет бала болды. Ашубай жатқан жері жайлы болсын. Тапшыға да көрген жерде айтып қоямын. Не деймін балдар? Ал енді осы тойларыңыз бітпесін. 60 жыл, 70 жылда орталарын ордаймай тағы кездесе беріңіздер. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, тек бастымыз осындай тойларда құралып жүре берейік. Көп-көп рахмет. Ал қадірлі қымбатты шәкірттерім, мынау бүгін енді бізді мынау Ақтөбе қаласындағы ең үлкен, ең салтанатты Димаш мейрамханасына шақырып, төрден орын беріп, бізді құрметтеп жатқандарыңызға өте ризамын. Сол Ақкөл орта мектебінде сіздерге дәріс берген, қазір өмірде жоқ болса да сол апайларының атынан, өмірде осы бар адамдардың апайларыңыздың атынан, бәріміздің атымызда сіздерге өте алғысым шексіз. Мынау енді шәкірт көп қой, бәріміз қаншама класс бітірді, бірақ соның ішінде бір ерекше выпуск сондай бітіруші түлектер болады. Міне осы күнге Мұратқа, Сәкенге, Саматқа бір-екі жайлап ескертіп айттым мен. Осы мынау басқа класстар өткізіп жатыр. Біз мына Сағираның классынан қалып қойдық. Мына жеңіс дегендер асатуда жақсылатып, керемет қылып кездесу өткізді. Бізді осылай өткізді деп сценарийдің шет жағасын айттым. Осындай жасап деді. Соны енді бір жасасаңдаршы, ауылда ойласып бір жаңағы, деп жаңағы класс болғасын, мұғалім болғасын, класс жетекші болғасын, сол арамызда конкуренция бар ғой енді.
бәсеке деген бар ғой бәле қазақта. Сол бәсекеден қалып қоймайық деп. Сөйтіп жүргенде тағы бір класс өткізіп жіберді. Бір класс тағы өткізіп жіберді. Оған бардық енді. Енді одан кейін осы Сәкен хабарды айтып, қайта звондап, содан үйге билет әкеліп бергенде қуанғанын айтасыз. Ой, бір бізге де келді-ау кезекте. Осы сонымен осы қазір болады деп күтіп жүрдік қой. Сәкен хабарласып тұрады, қайта. Ағай, осылай олай деп жатыр. Бұдан 2 күн бұрын звондап, 15:45-те президент сарайының алдында болыңдар, парктың алдында. Сол жерде сіздерді лимузин күтіп тұрады деп. Сөйтіп хабарды бәрін естіп жатырмыз енді. Барлық құрметке рахмет. Енді мен 1972 жылы Ақтөбе педагогикалық институтын бітіріп, осы Ақкөлге жолдама беріп, сол жолдамамен барып, ең алғаш совхоздың конторын көріп, соның ішінде Құлмұхамбет деген совхоздың директоры болды. Ибраев Науқанбай дейтін ағай, партком секретары. Мынау жаңағы Саматтың папасы Кариев Әбен деген председатель сельсовет. Сосын жаңағы Ізмағамбетов Аманбай деген кісі рабочком. Сол совхозға барып, әкем алып барып, сол жерде жаңағы мектептің директорымен таныстырып, сонымен сол жерде тастады да кетті. Сонымен әуел директордың үйінде жаттық. Тағы бір мектептің мұғалімі бар, басқа жақтан келген 3 адам болды. Енді үй үлкен ғой, үлкен. Сол мектептің корпусы 5-6 корпустан тұрады мектеп. Білесіңдер ғой, ескі мектепті. Сол 6 корпуста оқыдық, сабақ бердік, бәрінде көрдік. Сол алғашқы кезде жаңадан келгенде класс берген жоқ маған. Сөйтіп жүргенде жаңағы Жұмабыл апайдың класы тентек класс болды. Сол бағынбай 7-ші класс сабақ өтпейді. Арасында жаңағы барып көмектесесің. Сосын бір күн директор шақырып алып айтты, 190 аяқтан жақындығында. Бағдат, сен осы классты ал енді, мынау қиын болып тұр енді, қиындау класс енді. Енді сен ер мұғалімсің, осы классты ал деп. Барып сол класспен таныстым, кілең раймен сығайлар екен. Кілең сол жаңағы Самат, жаңағы мына кім, Серік, Ашубай, Ақылбек, өйтіп бәрі бар енді. Сол класспенен сосын жақсап, сенден ағылассың ғой. Сонымен сол класспен жұмыс жасауға тура келді. Сонымен бұрайтын бұрадық, гайкыны бұрадық, басқасын бұрадық, сөйтіп жүргенде жаңа 1-ші 90 бітіп, 2-ші 90-дан кейін жаңа 23-ші февраль. Жаңа Совет армиясының құрылған күні сол мейрам ғой. Соған класс жинап алып айттым, сендер қашан озып қаласыңдар, жаман атақта. Осыған біз концерт қояқ осы класс бүкіл мектепке деп, концертке дайындап, тақпақ жаттатырып, өлең айтып, хорға тұрғызып. Ана мектептің мына үлкен корпусында коридоры бар, сол коридорда сахна бар. Сол сахнаға жаңағыларды шығарып, біреуін моряк қылып, біреуін солдат қылып, біреуін танкист қылып әйтеуір шығып, алғаш концерт қойып бір атағымыз шықты, бір газет шығарып әйтеуір. Содан сол класс жақсы класс болып кетті. Енді мен сол класспен мақтанайын деп тұрған, мен сол класстан Бұзық деген, анау деген класстан полковник шықты. Атақты, мынау жаңағы бизнесмен шықты. Мекеме басқарған, строительный, хозрасчет, участокты басқарған, трансказды басқарған, мынау менің оқытқан оқушыларым үшін Ибраев Алтай бар. Самат деген аудан әкімінің орынбасары болды. Одан кейін енді менің өзімнің ізімді жалғастырған Әсия отыр. Мынау жаңағы Гүлсайран отыр. Кітабия қайтыс болып кетті. Бұл жерде кім отыр? Үнзила отыр. Байнұр Қоныс деген мына Қоныс отыр. Енді біздің де ізімізді жалғастырған адамдар болды. Енді мынау кім мына жерде? Кімден сол алғаш мұғалімдікті қалады ғой дейміз, Роза болды, өте жақсы оқыған оқушылар. Мына Рая деген комсомол ұйым секретары болып, жаңағы мектептегі оқушылардың солай жұмыс жасады. Жалпы мектептегі жұмыста мұғалімдің өте жұмысы қиын.
тек балалармен жұмыс жасап, балаларды жақсы тани білу керек, балалармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Міне соның арқасында мінекей бүгін осындай керемет ұстазды еске алып, ұстазымықты, ұстанымықты деген мына жаңа шәкірттерімізге, мына апайлар бар, бәріміз ырза болып отырмыз, отырғанда. Енді мынау бір ескерткіш болып қалсын, ертең мектептің бір музейіне қойсын. Ақкөл орта мектебінің енді мектептің басы, мектептің бәрінде музейі бар, мұражай. Соған қойсын деп сіздерге осы бәрін арнап бір адресат жазып алып келдім. Соны мектептің музейіне сәкен, жаңағы Асия, келіңдер енді соны берейін. Мынандай бір адресат айдап алып келдім. Құттықтау, қымбатты Ақкөл орта мектебінің 1976 жылғы түлектері, шәкірттерім. Сіздерді мектеп бітіргендеріңізге 50 жыл толуына байланысты ұйымдастырылған салтанатты тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Егеменді еліміздің тірегі білімді ұрпақ. 21 ғасыр білімділер ғасыр болмақ. Мектеп білім ошағы, тәрбие ордасы, тағылым табалдырығы. Осы ұлағатты ұядан жоғары ізгілік мұраттардың ең құндысы рухани адамгершілік тәрбие берудегі ұстаздық еңбегімізді елеп, бүгінгі кездесудің құрметті қонағы ретінде шақырғандарыңызға шын жүрегімізден алғысымызды айтамыз. Мына жыр шумағын қабыл алыңыздар. Ұстаздың ұлы сөзін сағындың ба? Тіршілік ерменіне бағындың ба? Ақкөл орта мектебінен білім алдық, шырақ боп өз елдігіне жағылдың ба? 50 жыл арада өтсе дағы, қайырылып көзіңді сал өткеніңе, көкірек көзбен ғана сезетіндей, ізің бар парта мен тақтарының беттерінде. Еңбек Ақкөл орта мектебі педагогикалық ұжымы және осы ардагер ұстаздардың атынан Еңсепбаев Бағдат Ермағанбетұлы. Ескерткіш болып қалсын деп, әдейі өзім бар календар, жаңағы 26 жылдың календары, мына бірінші, екінші жағына Ақкөл орта мектебінің 1976 түлектерінің 50 жылдық кездесу тойларыңыз құтты болсын деп, мұнан әрқайсыға таратып беремін. Ескерткіш болып қалсын. Шамалышыда мана пакеті алып келші, диванның үстіне. Келінім ғой жұмсай берем осы ағаны. Мына диван. Балдар, мен ана сендердің жоқ, ана жерге қойдым, диванның үстінде тұр ғой, не? Әкеледі қазір. Мен бұған әкел жатыр ма? Әсе аша ғой ішінен де бұрат. Мен де бір шамалы естелік болсын деп сіздерге әрқайсысыңа өзімше дайындап алып келген не бар? Скотч қой анау мына суретке еске алуды да жаңа Бағдат ағайларыңның жаңа несінде де сіздерге жаңағы қазіргі 3 этажды ағай атындағы орта мектепті көрсетіп жатыр. Сендер ол мектепте оқыған жоқсыңдар, сіздер ана ескі жаңа 6 корпусты мектепте. Мен мына бір шамалы неде сол 4 корпусты қамтыған ол естеріңе түссін. Сендер осы мектептен бітірдіңіздер ғой деп, сол әрқайсыңызға осындай не жасап алып келдім. Соны үлестерің асырады. Мұғалімдер Мына қараңыздар, ең бірінші класстың жақындаған ауласына мына апай бізді қарсы алды. Сондықтан 4 классқа шейін бірге оқығанда, бірге апайға суретке қалай қарайсыңдар?
Бәрекелді құрметті барша қонақтарымыз, мінекей алдарыңызда ұстаздарымыз бен ағайларымыз тамаша жүрек жарды тілектерін арнады. Мінекей өздеріңіздің кешегі ұл мен қыздарыңызға айтқан тамаша бата тілектеріңіз, ниеттеріңіз баршасы қабыл болсын деген ниеттеміз. Мына қазақта айтады, көп сөйлеген мықты емес, дөп сөйлеген мықты дейді. Біздің апайларымыз дөп сөйледі ғой. Солай ма? Бір қошемет ұрып қояйық ұстаздарымыз үшін. Және де мінекей жаңа Бағдат ағайымыз және де апайларымыз арнайы сіздер үшін сыйлықтар ұсынған болатын. Қазір сіздерге әрқайсыңызға таратып беретін боламыз. Және де микрофон сіздерге ұсынайын. Мына шәкірттеріңізде өздеріңізде сіздерге арналған сыйлықтар бар екен, қазір атап беретін болады. Құрметті ұстаздар, өздеріңізде өте жақсы сөздер айтып, біздің көңілімізді толқытып жатсыздар. Әрине, ұстаздың шәкіртке берген білімі, оның өмірлік азығы, сол өмірлік азықты біздер өз бойымызға сіңіріп, еліміздің түрлі саласында еңбек еттік. Сіздердің жолдарыңызды қуып, біздің класстан ұстаздар да шықты, жаңа ағай айтып жатыр. Роза Народында бар, Үнзила бар, мен бармын, мақұл болып кетті, жаңа Кітабия бар, сосын Сайран қыздарыңыз болды, математик, физик мұғалім болды. Қоныс енді неден әскери дайындықтан сұрақ берді. Сөйтіп түрлі жаңағы салада тек қана сіздердің ғана өздеріңіздің мінездеріңіздің, өздеріңіздің үйреткен тәрбиелеріңізді сол шәкірттерге беріп, елдің кереметтей жақсы балаларына сіздер берген білімді біздерде беріп, сіздердің жолын қуған адамдармыз. Ал осы жерде отырған көптеген жігіттер мен қыздар әр уақытта сол сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында еліміздің түрлі саласында еңбек етті. Сіздерге көптеген алғысымызды айтып, басымызды иеміз. Және осы біздің 50 жылдық мерейтойымыздан сіздерге сыйлық болсын деп шай сервизін ұсынамыз. Үйлеріңізге барғаннан кейін тәтті шайларыңызды, киімдеріңіз бар құйып ішіп, мына біздің балаларымыздың бізге берген сыйлығы деп естеріңізге алып отырасыздар. Алып келіп қоя беріңіз. Мына ағай, апай, жаңағы ауыл 76 жыл мектеп тұрған. Мектеп бітірген ауыл мектебімізге өткен 25-ші мамырда шақырып, соң қоңырауға 13-14-те барып қайттық балдар. Абай атындағы Ақкөл орта мектебі Абайдың метрді метр портретін апардық. Алматыға жасатып, сосын 100 мың теңге ақшалай сыйлық бердік. Балалар бақшасына музыкалық орталық деймін, дауысын сөйтетін. Сосын әкімшілікке жаңағы письменный набор соны бердік. Сосын Алтай өзінің отбасының атынан интерактивті тақта берді Ақкөл орта мектебіне. Ақкөл орта мектебіне әр жылдар бітірген түлектердің берген сый-сияпаттарына олар слайд жасап қойған екен. Соны көрсетті, өте жақсы, әдемі болды, әдемі кездесу болды. Олар да разы болды, біз де разы болдық, сондай біршамалы қызмет жасадық. Мынау енді үйге отырып, терлеп-теп шай ішіп, біздерді шәкірттеріңізді еске алып отырып, соңыра машинамен жеткізіп береміз. Енді сіздерге елдеріңіз алып болғанша отыруға рұқсат, тыңнан қазып қоямыз. Ал енді мына мәселе біз сыйлық алуға келген жоқпыз, бірақ шын жүректен тұнып атқандарына көп рахмет. Мен енді Ақкөл орта мектебіне өзім ұстаз болып барып, сол Ақкөл орта мектебінен көп тәрбие алдым. Жақсы адамдарменен ұжымдас болдым. Жаңағы Жарбейіс Мәдіғали ағай дейтін директордың көп жақсылығын көрдім. Сосын жаңағы Қадымберген ағайдың рөлі екен. Завучшы болды, мектеп директоры, оқушы енді орынбасары. Армияға барып келгеннен кейін мен де соны завуч қылып қойып, сол кісіден көп нәрсені үйрендім. Сатаева Мараш дейтін апай болды, өте жақсы оқушы, меңгеруші болды, жақсы жұмыс жасады. Сол кісіменен жақсы бірлесіп жұмыс жасадық. Содан кейін жаңағы көп жыл стажы бар мұғалімдерден Ибраева Мәруш апай болды, жақсы апайлар. Талдықбаева Мәрзия екібастан әріптес болды.
Содан кейін жаңағы ідірісіп Сүлеймен дейтін ағай баяндырып болып істеп, өзі совхозға хатшы болып жаңағы ауыл советте кеткенде, мені өзінің орнына жаңағы ұсынып, мен сол мектеп директорының әскери патриоттық тәрбие жөніндегі орынбасары баяндырып болып жұмыс жасадым, физика пәнінен сабақ беріп. Қапаш ағай болды. Сосын жаңағы география пәнінен сабақ берген Отарали Тілеужан ағай дейтін жақсы ағай болды. Сол енді ағайлардың бәрін көрдік. Нұрсұлу дейтін апай орыс тілінен сабақ берген. Мына қасымда тұрған апайларың, осы Сағир апайларың, мектептің ұжымында өте жақсы мұғалімдер жұмыс жасады. Міне мына бастаушыда сабақ берген мұғалімдер бар. Енді қиыны да бол, қиыншылығы да бар. Сосын ауылдың жерде болғасы жерде совхозбен байланысты. Мектептің жұмысы жақсы несі. Сол уақыттағы совхозды басқарған Алданиязов Мұса дейтін ағай болды директор, Мұса Балимович. Сол кісіге мен өте қатты риза болдым. Совхоздың басшысы болса да, мектепке келіп, мектептің шақырғандарына бір кездесуге, бір нәрселерге шақырамыз, 9 май, 23 февралда. Сонда Отан соғысы ардагерлерімен бірге ол кісіде Отан соғысына қатысқан, сол кісі бізге бірге келіп, бірге көмектесіп, өзінің жақсы естеліктерін айтып тұрады. Сосын мектептің оқушыларымен сіздермен естеріңде бар шығар, біздер сол кезде металлолом жинай келдік. Мектептің жаңа 51 машинасы бар, сол машинаменен жаңа металлолом жинап, соны тапсырып, басқа да түрлі жұмыстар жасап, көмектесіп жүрдік совхозға. Міне сондай жақсы адамдардан жақсы дәріс алдық. Сондықтан мен осы Ақкөл совхозына барғаныма, еңбек еткеніне ешқандай өкінбей, одан үлкен жақсы энергия алдым, тәжірибе жинадым. Соның арқасында менің болашақтағы жұмыс бабында, қызмет бабында өсуіме осы Ақкөл мектебінде сіздердің де пайдаларың тиді ме? Аман болыңдар. Бәрекелді құрметті ағайлар, апайлар, тамаша тілектеріңізге ниеттеріңіз. Арман қуған қиял
жакка кеттиңдер ме, әлде бийик асуулардан өттүңдер ме, әлде ийги армандарга жеттиңдер ме, кайдасыңдар курдастар? Ал енді құрметті класстастар, ағайлар, апайлар, бүгінгі 50 жылдық мерейлі кешіміздің енді мәресіне жетіп қалған сияқты, енді мына ұйымдастыру комитетіне жаңағыдай кем кетігі болса сіздер әйтеуір барынша нағылдық, тырыстық, манағы айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. 60 жылдықта тағы да онан енді Алланың берген несін жолға берейік, бәріміздің басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, тек аманшылықта сондай кездесе берейік. Енді 90 ауыз сөзін тобықтай өтуін Сәкен қорытындай жатар. Енді тағы да құтты болсын деп айтамын. Осы сөйлемеймін, осылай деп жатыр. Құрметті ұстаздар, Ал құрметті ағалар, апалар сөз тыңдайық. құрметті ұстаздар, біздің мынау 50 жылдық мерейтойымызға шақырғанды құп алып, келіп, бүгінгі мынадай кереметтей кешімізді көрігін келтіргендеріңіз үшін сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да сіздерге Алла тағала қуат берсін, дендеріңіз сау болып, балаларыңыздың қуанышына кенеле беріңіздер. Әр уақытта отбасыларыңызда тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Сіздерді көріп, әр уақытта марқайып жүреміз, қуанып жүреміз. Мына Мұрат айтқанда, сіздер барда, біздер әлі өзімізді бала сезінеміз. Сондықтан да Алла тағала сіздерге қуат берсін деп, дендеріңізге саулық тілеймін. Ал осы жерде мына көптен көрмеген достарымызды көріп, 50 жылдан соң осы кереметтей кешке құп алып, барлығыңыз да осылай бір ауыздан келе қалғандарыңызға көптен көп рахмет деймін. Сіздерді көріп, соншалықты марқайып қалдық. Сіздер де бізді көргендеріңізге қуанышты шығарсыздар деп ойлаймыз. Алдағы уақытта оттарыңыздың басында тек қана жақсылық болсын. Басымыз тек қана жақсылықта, қуанышта кездесе берсін. Жаңа 60-70 жылдық деп аузымызға түсіп жатқан шығар. Алла тағала нәсіп етсе, сол мерейтойларда да басымыз қосыла берсін. Енді жаңағы Тұрар да айтып кетті. Енді біздерде осы біздің өзіміз осы қалада бірге жүретін жігіттер мен қыздар бар. Осы 50 жылдықты жасайық, жан-жақтан жиналайық дегенде енді бірақ шаруалар бітті. Негізгі істелген шаруаның көпшілігі Сәкеннің мойнында болды деп ойлаймыз. Сәкеннің отбасына өзімнің атынан және өзіміздің жаңағы ұжымның атынан, біздің комиссия бар, соның атынан көп алғыс айтамыз. Өйткені көліктің реті бар, бүкіл адамдармен сөйлесу бар, хабарласу бар, оны сөйлесіп, осы мерекелік кешке жинау бар. Не дегенмен көптеген жұмыс, шаруа, соның барлығы негізінен Сәкен жаңағы 1000 қосшыдан бір басшы дейді ғой. Осы Сәкеннің айтқанменен бүкіл шаруалар жаңағы алғысымызды білдірдік. Ильяс пенен Индираға да көптеген шаруаларды собалдар сындырып берді. Жанымыз тыныштау, біздер жаңағы тек қана былай қарап тұрғанда бұйрық беріп отырдық десек болады. Сондықтан да Алла тағала тек ұлттардың басында балалардың кәсібі өркендеп, берекелеріңіз арта берсін дегім келеді. Енді ұйымдастырылған жұмыстың енді көріп жатсыздар, әлі алдада көресіздер ғой енді. Кез келген істің өзі, біткен істің кемшілігі көп болып көрініп тұрады енді. Істелмеген істің кемшілігі көрінбейді ғой. Сондықтан да қолымыздан келгенше сіздердің көңілдеріңізден шығуға тырыстық. Әрқайсымызға өзімізге тапсырылған істерді атқаруға тырысып жатырмыз. Сондықтан да сіздерде әр уақытта енді біздерді жаңағы мүмкін сіздерге ұнамағанда жерлері болатын шығар енді. Жаңа айтып жатырмын ғой, адам көңілінен шығу оңай емес деп ше. Сондықтан да мына жерде жаңа Зоя отырып қалды, мына жерде Зоя бар, мына жерде Самат бар, Тұрар бар мына жерде міне. Осылардың барлығына да мен істеген істеріңізде әр уақытта
тек қана отбасыларыңызға жақсылық болсын. Осындай үлкен шаруаны бүгін өзімізше жақсы атқарған сияқтымыз деп ойлап жатырмыз. Осы мейрамхананы қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Біздің кешімізді кереметтей жақсы өткізіп жатырған Тамады балаға Бағдат ағай айтып жатыр ол классын. Негізі бізде 59-да ұйымшыл дейді ғой. Сол ұйымшылықтан айырмасын. Ағай сосын жаңа айтып жатыр, полковник бар, не бар деп. Негізі 59-да полковник та бар, молда да бар, бақсы да бар. Біз іш жақтан ештеңе адам іздемейміз. Бәрі комплект жүрек бізде. Бақсы да сіздің классыңыздан шықты ағай. Құрметті бүгінгі 50 жылдық кездесуіне жиналған баршаңызға, ұстаздарымызға, класстастарымыздың үйіндегі келіншектер отқан жалғыз Бақытжанмын. Қазір қолға су құясың сен. Қыздарымыз билеп бір, келіндеріміз билеп бір, сен қолға су құясың. Баршаңызға да рахмет. Енді жаңағы мана осы кездесуді ашарда мына жерде Әсияның дайындаған 2 видеоролигі болды. Екеуінде Әсия өзі дайындады. Өте әдемі шықты. Сол біріншісі жаңағы біз бір-бірімізді мақтай береміз. Солаймыз. Жиі етпесін. Жаңағы 50 жылдықтағы балдардың, класстастардың өмірден өтіп кеткендерін Әсия жіберіп, үйде өзім қарап жаттым. Әсия айтты, мына әзірге салмай тұрайық. Ертең тарап кетсе қызға болмай қалар деп, соны қарап жатсам, бәрін өмірден өтіп кеткендеріне көзіме жас келді. Қасымда балам отыр еді, жаңа жас. Орнынан тұрып келді да, бетінен сүйіп жатыр. Папа, аман болыңдаршы, аман болыңызшы деп. Егер біздің қатарымызда солар жүргенде де, біз 4 емес 8 стол болар едік қой. Олар бізден қартайып тұрған жоқ еді. Тағдыр солай болды. Өмірі солай болды. Қысқа болды. Әртүрлі себептермен. Сонда мынандай бір жазу болды. Кәрісің бе, жалын атқан жассың ба, серісің бе, менсің бе, массың ба, кім болсаң да астамсың ба, астың ба, пенден аяп, молдадай ақ, аңдап аяқ басымда, үнсіз тілсіз тас қой деме құлыптас, үлкен кіші құлыптастар астында тірлік жатыр, тағдыр жатыр, тарих жатыр, бір тұтас дейді. Олардың артында ұрпақтар бар, Құдайға шүкір. Қыздарымыздың өмірден өтіп кеткен қыздарымыздың жігіттері бар, жігіттеріміздің қыздары бар. Осы жерде Райсаның үйінде Құдай берген, Қанжаның үйіндегі Сағындық, Арысгүлдің үйіндегі Тілеген, Талшынның үйіндегі Ашубай, Бағиланың үйіндегі Ортай, Марияның үйіндегі Бақыт, Нәзираның үйіндегі Асылбек, Ғалияның үйіндегі Аманбай, тағым, Задәуілдің үйіндегі Жұмахан марқұм, бәрі Алланың нұр шапағатына бөленсін. Енді әртүрлі уақытта, әртүрлі еткенде жағдайда олар енді артына ұрпақ қалдырды. Сіздер барсыздар. Біздің жүрегіміз әзірге соғып тұрған жағдайда біз ештеңені еш уақытта есімнен шығармаймыз. Жаңылсын апам айтып өтті. Ерғазы түсіме енеді деп. Ерғазы апа менің жігіттердің бәрі біледі. Бақыткелді марқұм айтады деп. Сенің бір досың бар, сен мені дос деп есептемейсің. Сенің бір досың Ерғазы ғой дейді. Оны бәрілеріңізді білесіздер ғой. Ерғазы, дос дегеніміз не дегенде, дос деген екінші мен деген сөз екен да. Себебі Ерғазы екеуміздің көзқарасымызда, пікірімізді бірдей еді. Біз пікірталасқа бір нәрсеге пікірталастыра алмайтын едік. Екеуміз көзқарасымыз бірдей. Бақыткелдімен біз пікірталастырып болатын едік. Оның көзқарасы бөлек, біздің көзқарасымыз бөлек. Сондай жаңа балам айтады ғой. Сіздің қатарларыңыздың үйге келіп, төрде шай ішіп жатқанда, көз алдымда дейді, ол уақытта олар кішкентай ғой. Әңгімелеріңіз бөлек еді дейді.
Иә, солай мана үйден шығып келе жатқанда бір рет бір кетіп бардым, жаңасын апам осы 2-3 күнде Ерғазы менің түсіме кірді. Жылап жатыр ғана. Сәкен, мен ауырып жатырмын, тамағымнан ас өтпей жатыр дейді. Телефонның бер жағында мен жылап жатырмын, ар жағында ол жылап жатыр. Егер тірі болғанда біздің ортамызда отырар еді ғой. Артында ұрпағы бар, бірақ үйленбей жүр балалар. Өзбеден хабарласып тұрамыз. Өзбеде келе алмайын деді. 2 баласы бақытта, ембіден үйді тастайтын адам жоқ. Бір-бір көршілеріне тастап кеткенде қаралмай қалған. Енді Ақтөбеге көшкісі келіп жүр, бірақ әлі үйі өтпей жатыр да. Сол сияқты осы мана үйден шығып келе жатқанда Бақыткелдің інісі Ырысбек бізге құттықтау жолдады. Мына телефонда тұр, ертең 50 жылдық чатқа салайын. Өлең шығарған екен. Анау жерде отырғанда жаңа Рахим апам телефон соғады. Айқай шуда, мен онымен кісімен сөйлесе алмадым. Ол да мынадан құттықтауын жазып жатыр екен. Не айтайын, аман болайық, сау болайық, қатарымыз сүйремесін. Бір-бірімізді сыйлайық, құрметтейік, аман болайық, сау болайық. Ал жалғыз адамның үні шықпас деген қазақта сөз бар ғой. Осындай жаңағы көтерген уақытта осындай кездесуді барлығымызда қолдап, бір ауыздан жиналып, осындай үлкен бір жақсы әдемі кеш өткізуге атсалысқандарыңыз үшін баршаңызға да рахмет айтамыз. Енді ертең амандық болса, апайлар мен ағайлардан қашып, өзіміз болмаша кетеміз, сіздер ренжімеңіздер. Айтпайсыз, адресін айтпаймыз баяғыда. Өзімізбен өзіміз боламыз, бұл жерде асабада болмайды, музыкада болмайды, 100 грамм да болмайды. Сондықтан ертең күнді жақсы өтейік. Содан кейін өткенде бір осы ұйымдастырамыз деген ақта бір ауылға барамыз дегенде ол әңгіме болып еді. Бірақ 25 майда мамырда біз соңғы қоңырауға шақырды, сонда барып жаңа айтып өттік қой, мектепке жаңа балалар бақшасына тапсыратын сыйлықтарды бәршамыздың атыңыздан ортақ қордан жасалған нәрсе, соны табыс еттік. Ал барам дейтін болсақ, тағы да хабарласайық, чат ашулы. Тарап кетсе, қайтадан жиналу қиындау болады шығар. Мүмкін 2 күнде жүріп шаршап қалсақ, шаршап қалады шығармыз. Енді осыны бір ойласып алайық. Сосын көп жатпай баратын болсақ барайық. Сараның қазан жаппайы мен жібектің ірімшік құрты бар, дайындап жатқан. Соны жеп қайтамыз десеңдер, ауылға барып, мынау менің үйімнің орны, мынау менің үйімнің орны, мынау жерде мен қызбен тұрып едім, мынау жерде мен жігітпен тұрып едім дейтін болсақ, соны түгендеп қайтуға болады. Енді не айтамын, барлық тілек айтып жатсыздар, рахмет. Ұлықпан ұрпағымен мұны жасайды дейді ғой қазақ. Біздің айтқан тілегімізді, жасағанымызды балдар іліп алып кетіп жатыр. Сол істеген қызметін мына балдары ертең өздерінің алдарына келтіретіндей біз бір тәрбие бердік деп ойлаймын да, Алла тағала соны қабыл етсін. Аман болайық, сау болайық, баршаңызға да көп рахмет. Мына апаларымыз, ағаларымыз, ұстаздарымыз аман болыңыздар. Жаңағы жақсы, бәрін аман болайықшы. Ертең сағат 10 чатқа салып жіберейін деп едім. Чатқа салып жіберейін. Ертең сағат 10-ның шамасында мұна керуен сетінің алдында жігіттер, жаңағы мына жердегі жігіттер бетіне сүйіп жүрген қыздарды қашып кетпеңдер, адасып кетіп, қыздар алып кетпесін. Аман болайық, сау болайық, жақсы, рахмет. Дәулет бала, аман бол, сау бол, көркенің өсе берсін, қызмет жасадың. Біздің беретін батамыз ұлттанбай ұлпағымен мұң жаса, өнеріңізге сөйлесін. Жаңағы суретке түсіп жатқанында балдарымызға, жаңағы жігіт аты кім еді, оның атын да сұрамаппыз. Ернұр, көп рахмет. Ал енді сен мана уәдем бойынша, манағы түске шейінгі мешітте болғанда бір, түс қайта паркте болғанымызды бір, мынаны бір үшінеге түсіресің, общий чатқа жібересің, сосын бәрін итоптап, монтаждап тағы бір түсіріп бересің.
біз чатқа саламыз, әркім өзіне естелік сақтап қалсын. Мен тағы бір айтайын дегенім. WhatsApp. Иә, дайын тұрса, иә. Музыкаларын мана келсе, мана музыканы айттым Нарғызға. Сондай музыкалар, әдемі музыкалар болсын. Мыналар ескерткіге алып қоюға болады үйге апарып. 70 жылдықта, 80 жылдыққа Мұрат сен ұмытып кетпейміз, 90 сен енді жылқы бересің ғой дағы. Біз жаңағы мына тайларды, жабағыларды өсіріп, өзіне қайтатып береміз. Мына айттым өзім сөз. Мынандай ат беретін біргенде тағы 1500 беретін едім деп едім ғой. Жақсы, рахмет. Қалжың. Ал енді құрметті класстастар, құрметті ағай, апайлар, мына енді той асабасыз өтпейді. Сондықтан мына Дәулет баламызға рахмет саған көп-көп. Сен де біздер сияқты 50 жылдық жаса, 60 жылдық жаса, саған көп-көп рахмет айтамыз. Ағаларының, апаларының атынан сені еңбегің 50.000 теңге ұстап. Рахмет. Тағы ұсыныс бар, мана Ырысбектің құттықтауын айт дейді, айтайын, салайын. Дауысын қосайын, несін, видеосын чатқа салайын. Яғни болған жатқан 50 жылдық мерекелеріңіз, тойларыңыз құтты болсын. Барша 59 жылда ағаларымызға Алла күш-қуат беріп, біздерге иман байлығын бәріне беріледі екен. Ал қартаю ол бәріне емес екен. Сол үшін Алладан әдемі қартаюды тілеймін. Ең үлкен байлық ол қанағаттықта дейді. Қанағат еткен адам бай болады демекші. Ал байлық деген ол ұрпақтарымыз, бауырларымыз. Сол жан-жақтарыңыз аман болып, мың жасаңыздар. Аман елдің аты жат демекші. Аман болып 60 жылдық, 70 жылдық деп жалғасын таба берсін. Аман болыңыздар. Сіздерді көріп біз мәз боламыз. Өткен той жасап жатыр енді, 50 жылдық жасап жатыр дегеннен кейін өзімше бір. Біз видео операторы жалдағанбыз. Өнер орталығының қасында суретке түстік. Онан кейін түс қайта президент атындағы паркке барып суретке түстік. Мәңгілік алаңға барып гүл шоқтарын қойдық. Лимузиннің ішінде видеоға түсірді. Және де жаңағы әкімшіліктің алдындағы Әбілқайыр ханның ескерткішінде суретке түсірді. Міне бүгін біздің бүткіл билеп жатқанымызды, сөйлегенімізді бейне таспаға түсіріп отырған баламызға өзіміздің бір неміз бар. Кел айналайын. Мынау сағат 20.000 теңге. Талабыңа оңынан болсын. Рахмет саған. Көпен Әмірбеков деген сатирик болды ғой. 80-ші жылдардың басында ма Нива машинасын сатып алыпты, қолға түспейтін уақыт қой. Соны мақтаныш көріп жазушылардың алдына барып, бір жазушы ағасына мақтанып, аға мен машина сатып алдым, жүріңіз үйдің апарып тастайын деп. Ағасын машинағызға мінгізіп алды Ниваға. Ниваның алдыңғы сиден кісі жатады, сосын барып еңкейіп кіреді ғой. Сосын үйіне барып тастап, еңкейіп ананы тағы түсіріп жатыр. Аға машинам қалай? Жаңа машина ұнады ма десе, ана өтеді дейді ғой, айналайын. Сақалынан сүйіріп кіргізіп, құйрығынан теуіп шығарғандай кетіп, манағы лимузинде солай екен. 68 жасына келгенде өмірінде бір жүрек берген. Аллахым сақтасын. Құдапсыз құдап. Ана қарама-қарсы отырғанда Сарамен қарама-қарсы отырып қалдым, біреуді Айжанмен қарама-қарсы отырып қалдым. Земді отырайын десем, аналарға ыңғайсыз, оларды ыңғайсыз. Бірақ айтып қоямын, молданың қолын ұстасаңдар, жұмаққа барасыңдар деп отырдым енді. Жұмақты айын сіздерге. Айыппендер мына енді уақыт алып деп. Наргиз біздің немереміз, Сәкен мен Жібектің немересі. Биыл міне 11-ші класты бітіріп жатыр.
таңертеңнен осы үйге шейін біздің қасымызда жүр. Айналайын, мына талабың болсын, бізді түсіріп атсын. Кел, құтты болсын.